Қайырлы күн, достар. Грек жаңғағы мен шоколадтан пирог дайындайтын боламыз. Бізге ұн, сары май, қант, корица, жұмыртқа, бал, қопсытқыш қажет. Әуелі шұңғыл ыдысқа сары май мен қантты салып, миксермен массаға айналғанша қозғаймыз. Әрі қарай жұмыртқаны қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Балды қосамыз. Барлық толық массаға айналған соң, ұнға корицаны, қопсытқышты қосып араластырып алып, дайын болған массамызға қосамыз. Миксермен содан соң қолмен араластырып қамыр илейміз. Қамырымызды пешке арналған ыдысқа жайып салып, 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған қоржды ұсақтап турап, блендерде ұнтақтап аламыз. Ұнтағымыздың үстінен сары майды салып араластырамыз. Дайын массамызды арнайы қалыпқа салып, оның үстінен грек жаңғағын ретімен қойып шығамыз. Ерітілген шоколадты құямыз, бетін тегістейміз. Екіге бөлінген грек жаңғақтарын шоколадқа батырып үстінен қойып шығамыз. Торт салатын ыдысқа салып, дастарханға ұсынамыз. Міне, достар, дәмі тіл үйіретін грек жаңғағы мен шоколадтан пирог дайын болды. Шаймен ішуге, қонақтарға ұсынуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып, лайк қоюды, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.